бисквитке керек заттар бізде разрыхлитель бір пачка және 5 жұмыртқа, 200 грамм ұн және 100 миллиграмм сұйық май және 150 грамм қант керек. Ең алдымен ұнды салып алдық. Ал енді қантты саламыз. Одан кейін сұйық майды. Келесі жұмыртқаларды саламыз. Жұмыртқаларды салып болдық. Ал енді разрыхлитель салып араластырамыз. Ыдысқа пісіретін боламыз. Және асты жабыспас үшін мынандай сұйық майды жағып аламыз. Ал енді сұйықтығымызды құямыз. Неге? Біз бұл бисквитімізді қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Неге біз пешке салдық? Бұл 180 градуста 20-25 минутта қызғанша піседі. Бисквитіміздің піспегенін мынандай зубочисткамен тесіп тексеріп көреміз. Осылай жан-жағын тесіп көреміз. Бисквитіміз дайын болды. Ал енді оны біз ортасынан 2-ге бөлеміз. Осылай кесіп аламыз 2-ге. Ал енді біз торттың крем жасаймыз. Ол үшін бізге мынандай 200 грамм сухой сливки және 150 миллиграмм сүт және 50 грамм сары май керек. Бірінші сухой сливкиді салып алдық ыдысқа. Ал енді сүтті кішкене жылытып құямыз және араластырамыз. Ал енді сары майды қосамыз. Ал енді біз кішкене шай қасықпен 4 қасық где-то қант саламыз және араластырамыз. Бізде креміміз дайын болды. Бізде жаңа сұйық болғандықтан тағы 200-300 грамм қант қосып араластырдық. Мінекей енді дайын болды. Осындай қою сұйықтық, сливки. Ал енді ганажды істеуге көшеміз. Біз ганажға, яғни қысқаша айтқанда безендіруіне кішкене сүтпен 60 грамм какаоны қайнатып аламыз. Бірінші ыдысымызды плитаға қойып аламыз. Сосын какао мен сүтті саламыз. Араластырамыз. Не, осылай қайнатып алу керек.
Ал енді кремін жағуға кірісеміз. Үйге жағып болды. Ал енді екінші слойын қоямыз. Мінекей бізде негізі мынау үсті, бірақ біз бұны мындай ауыстырып қоятын болдық, себебі үсті тегіс болу керек. Ағып кетті. Ал енді үстіне крем жағамыз. Сонымен қатар, мындай шеттеріне де жағып шығамыз кремді. Так, достар, бізде креміміз слишком сұйық болып кеткен сияқты. Сол үшін сіздерге айтар кеңесім, жаңағы сүтті 150 грамм емес, 100 грамм қосуға кеңес беремін. Сол кезде нормально болатын еді, сливкеміз қараңыздар. Так, осылай істедім, шеттеріне жағып шықтым. Көреміз енді холодильникке салғанда мүмкін не істеп қататын шығар. Және де мындай украшенияға мен орех алдым. Және